Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7-ші сынып 8-ші бөлім дұрыс тамақтану, гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Оқу мақсаты: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазу. Сабақ соңында күтілетін нәтиже: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады, оқылым және тыңдалым материалдар бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазады. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын бейне материал қарап алайық. Адам ерте заманнан ақ кез келген жаңалықтан қорқуға бейім. Әрбір жаңа технологияға қарсы өзіндік қисынсыз қорқыныш туындайды. 18-ші ғасырда адамдардың мүйіз бен құйрық өсіп шығады деген үреймен балаларына сиыр шешегінің вакцинасын ектіруден қорыққаны бізге күлкілі боп көрінеді. Немесе таяу 20-шы ғасырда мутация мен белсіздіктен сақтанып, ұялы телефондарын жан қалтасына салмауға тырысты. Қазіргі 21-ші ғасырдың басында басты технологиялық қорқыныш рөлінде гендік инженерия. Мойындаңызшы, ГМО дегенді естігенде сіз де түршіге қалатын шығарсыз. Шындығында бұл терминнің мәні өте қарапайым. Ғалымдар бір өсімдікке жаңа пайдалы қасиет беретін ген қосады. Мысалы, картопқа Колорадо қоңызына төзімділік қасиет беретін ген енгізеді, немесе күріш құрамына адамға пайдалы витамин бөліп шығаратындай өзгертеді. Жалпы бұл процесте айтарлықтай ешқандай жаңалық жоқ. Кейінгі 1-2 мың жыл ішінде біз тұтынып жүрген барлық өсімдіктер мен жануарлардың сұрыптарының барлығын дерлік адам жасап шығарған. Бұрын ол селекцияның көмегімен жасалған. Онда бірнеше жылдар бойы қашан гендері кездейсоқ араласудың нәтижесінде қажетті белгіленің күшейгенін көрсеткенше ағзалары будандастырыла береді. Осылайша біртіндеп жаңа сұрып дайындалады. Мысалы, Колорадо қоңызына төзімді картопты алайық. Дәстүрлі селекцияның гендік инженериядан айырмашылығы да осында. Селекция жағдайында процесс кездейсоқ әрі ұзақ жүргізіледі, ал гендік инженериядағы жағдай дәл, нүктелік, сондықтан да жылдам. Осыған қарамастан ГМО жайында неше түрлі аңыздар тарап жатыр. Мысалы, адамдар егер гені модификацияланған тамақты жесе, жаман гендер ағзаға еніп қандай да бір қорқынышты оқиға орын алады деп ойлайды. Мұнда мынаны естен шығармау керек. Қант пен тұздан басқа біз жейтін барлық дерлік тағамдардың құрамында өте көп әртүрлі гендер бар. Егер сол гендер біздің хромосомаларымызға еніп алып бізді өзгерте алатын болса, онда әрбір ет жеген сайын біз мөңірей бастап, балық жеген сайын денеміз қабыршықтанып, жүзбе қанат өсіп шығар еді. Шындығында барлық гендер біздің асқазанымызда ешқандай генетикалық ақпарат таратпастан ұсақ бөлшектерге тарап кетеді. Немесе модификацияланған өсімдік гені аллергия, ісіктер, бедеулік сияқты жаман ауруларды шақыратын адамға қауіпті уларды бөліп шығарады дейді. Біріншіден, өзгеріс нүктелік деңгейде жүргізіледі. Ғалымдар өсімдік қасиетін қалай өзгертіп жатқанын біледі, сондықтан қайғылы салдарға апаратын кездейсоқ қателіктер болмайды. Ал дәстүрлі селекция өсімдіктер генін кездейсоқ түрде араластырады. Осы қайғылы нәтижелерге ұрындырған. Құрамында салайын көбейіп кеткен картоптың улы 2 сұрпы бізге белгілі. Екіншіден, егер адамзаттың түбіне жету үшін қандай да бір залым ғалым әдейі зиянды қасиеттері бар өнімдерді шығарып жатыр дейтін болсақ, дәл осы ГМО бұл мақсатқа жарамайды. Өйткені олар дәстүрлі өнімдерге қарағанда міндетті түрде әзірлеу барысында да өсіру кезінде де ұсақ әрі мұқият тексеріледі. Үшіншіден, бірнеше көрнекті ғылыми журналдарда гені модификацияланған өнімдердің қауіпсіздігін дәлелдейтін 1500-ге жуық еңбек жарияланған. Ал деректерді бұрмалап, салиқалы басылымдардың бірде-біреуіне жариялауға қабылданбағаны үшін ГМО-ға қарсы сілтеме жасайтын бірлі-жарым мақалаларды ғылыми қауымдастық мазақ қылған болатын. Гендік инженерия технологиясының болашағы алда. Қытай, ақш, Үндістан сияқты ірі елдер осы технологиялардың дамуына миллиардтарды салып жатыр. Егер оларды біз өз елімізде дамытпасақ, келешекте осы елдердің өнімдеріне тәуелді боламыз. ГМО айналасында есірік тудыру тек ауыл шаруашылық химиясын өндірушілерге ғана тиімді. Улы химикаттарға сұраныс азаятындықтан заманауи биоинженерлік технологияны тарату оларға бірнеше миллиардтық шығын әкеледі. Сондай-ақ бұл ГМО жоқ деген жапсырмамен органикалық өнімдердің бағасын өсіріп сататындар үшін де тиімді.
Сонымен біз солардың қалтасының қамышын еліміздің экономикасына, табиғатымыздың химиялық одан таза болуына, солардың салдары ретінде балаларымыздың денсаулығына қауіп төндіруге дайынбыз ба? Бейнематериалды қарап болсақ, оқылым мәтініне назар аударайық. Оқылым мәтінін оқып, термин сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашыңдар. Мәтін гендік өзгеріске ұшыраған өнімдер өсімдік геніне жануарлардың генін енгізу, яғни ГМА, гендік модификацияланған ағзалар арқылы жүзеге асырылады. Оны трансгендік өнімдер деп те атайды. Азық-түлік нарығында трансгендік өнімдер алғаш рет ақш-та 1994 жылы пайда болған. Осыдан кейін өндірушілер трансгендік өнімдерді бірінен соң бірін ұсына бастады. Гендік өзгеріске ұшыраған өнімдер туралы айтқанда әлем ғалымдарының пікірі екіге жарылады. Біреулер бұл адамзат үшін өте қажет десе, екіншілері адам денсаулығына зиян, оны зерттеу қажет дейді. Гендік өзгеріске ұшыраған өнімдерді өндірушілер 40-50 жылдан кейін жер бетіндегі тұрғындардың саны 11 миллиардқа дейін жетуі мүмкін. Сол кезде ауыл шаруашылық өнімдеріне де сұранысты артады. Табиғи өнім жетпей аштық орын алу мүмкін. Бұл адамзатты аштықтан құтқаратын бірден-бір жол деп тұжырымдайды. 2000 жылы биоқауіпсіздік туралы Картаген келісімі қабылданды. Құжатта көптеген мемлекеттің бұл өнімдерге қатысты көзқарасы белгіленді. Оған 166 мемлекет қол қойды. Оның ішінде Қазақстанда бар. Бұл құжатта зияндылығы дәлелденген жағдайда кез келген гендік тұрғыда өзгертілген өнімнен бас тартуға болатыны жазылған. Азық-түлік өнімдердің басым бөлігі шетелден келгендіктен сарапшылар мұндай өнімдердің Қазақстан дүкендеріне түсе бастағанын айтады. Ал француз тағамдары гендік тұрғыда өзгеріске ұшыраған азық-түлікті үнемі пайдаланатын адамдардың генетикасы өзгеріп, үшінші немесе төртінші ұрпағының өмірге жарымжан болып келу қаупі басым екендігі дәлелдеген. Қалай десек те, гендік тұрғыда өзгерген өнімдер адам өміріне дендеп еніп келеді. Ал енді ой түрткі сұрағына назар аударайық. Қалай ойлайсыңдар, гендік тұрғыда өзгертілген ауыл шаруашылық өнімдерінің денсаулыққа қандай да бір әсері бар ма? Келесі, біз гендік тұрғыда өзгертілген өнімдерді тұтынып жүрміз бе? Олардың табиғи өнімнен қалай ажыратуға болады? Бұл бізде ой түрткі сұрағы болатын. Сұрақтарға жауап береміз. Келесі бізде жазылым тапсырмасы оқылым мәтіндегі қою қарпен белгіленген сөздердің синонимдік тақырыпқа байланысты шағын мәтін жазыңдар. Бізде оқылым мәтінінде берілген қою қарпе сөздер азық-түлік, ұсына бастады, жарлады, қажет, жер бетіндегі, сұраныс, аштық, бірден бір, үнемі, ұрпағының, басым деген сөздер. Осы сөздерді пайдаланып шағын мәтін жазып шығамыз. Келесі кері байланыс тапсырмасы. Кері байланыс тапсырмасы оқулығымыздағы 133 беттегі 5-ші тапсырма. Мұнда шылаулар мен одағайларды қатыстып берілген мәліметтер бойынша мәтін жазып шығамыз. Бізге құрамында гендік модификацияланған ағзалар бар көкөністердің таза өнімдерден ерекшелігі: бірінші, мұндай өнімдер ұзақ сақталады, бұзылмайды. Екінші, олардың пішіні бірдей болады. Үшінші, көздің жауын алады. Төртінші, бұл жемістердің кескенде шырын шықпайды. Бесінші, мұндай жемістерден жәндіктер қоректенбейді. Осы мәліметтерді пайдаланып, шылау мен одағайларды қатыстырып шағын мәтін жазып шығамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.